Біз тағы да міне сонша еңбектеніп қарап, мынандай үлкен зираттың арасынан табудың өзі оңай шаруа емес. Мына жерде үлкен қазақ үшін майталман тұлға, өнер саласы Әміре Қашаубаев бабамыздың басына келіп тұрмыз мына жерде. Міне қарасаңыздар. Қашаубаев Әміре атамызды енді білмейтін қазақ жоқ қой. Қазақ қана емес, бүкіл шетел таниды. Кезінде білесіздер, Парижге барып ән салып, өте тенор дауыспен операдағы кәдімгідей домбыраменен ән айтқан балға дейші әндерін орындады, тағы басқа әндері бар. Қазақты әлемге танытқан ұлы тұлға десек, дәл айтамыз. Сондықтан Әміре атамыздың мінекей басына келіп тұрмыз. Мына жерде Несіпбек Айтұлы ағамыз мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жазушы ағамыз ақын, өзі керемет бір мына жерде екі шумақ өлеңін шығарып қосымша басына тас қойған екен. Оқып берейін. Әміре дейді, дарытып Құдай өнер өн бойына, бұлбұл құс ұя салған таңдайына, Әміре Қашаубаев қайта тумас, қазақтың симай кеткен маңдайына. Туыпты тар заманның өткелінде, абыралы дегелең бөктерінде, тамсантып Европаны тұңғыш қазақ, Париждің ән шырқаған қақ төрінде дейді. Парижде ән шырқап, керемет қазақты өнерімен тамсандырған ағамыз міне 1934 жылы 6 желтоқсанда 46 жасында дүниеден озған екен. Құлпытасты қойған әнші Кенжегүл Сыздыққызы Дмитрий Гусенцов дейді. Қай жылы қойылған екен? Қол жетсе 92 жылы. Сондай-ақ бұл бейітте КСРО-ның халық әртісі, театр қайраткері Қуанышбаев Қалибек Қуанышбайұлы, қоғам қайраткері академик дәрігер-хирург Сызғанов Александр Николаевич, азамат соғысының батыры, қоғам қайраткері Жармұхаметов Абдулла Жармұхамедұлы, Қазақ КСР халық әртісі, қайраткер актер Өмірзақов Елубай Өмірзағұлы, халық ақыны әнші композитор Байзақов Иса Байзағұлы, Қазақ КСР бірінші хатшысы, қоғам қайраткері Шаяхметов Жұмабай Шаяхметұлы, академик филология ғылымдарының докторы, профессор, лингвист Аманжолов Сәрсен Аманжолұлы, Қазақ КСР халық әртісі, актер Бадыров Қапан Уралұлы, Қазақ КСР халық әртісі, академик композитор Жұбанов Ахмет Қуанұлы, қоғам қайраткері академик профессор Чуланов Ғабдолла Чуланұлы да жатыр. Жангелдин Әліби Тоғжанұлы. Енді бұл тарихта белгілі көрнекті адам, білесіздер. Революционер, өзі қызыл комиссар болған, Совет үкіметі орнаған кезде Кеңес үкіметін орнатуға барынша салысып, кезінде Амангелді Имановтар барлығы бір-біріменен текетіресте болған. Өзі христиан дінін қабылдап, кезінде Николай Степнов деген атын өзгерткен, білесіздер. Кезінде бұл кісі енді таза Кеңес қызылдарға қызмет еткен адам. Енді тағы бір танымал тұлға, мына жақта өздеріңіз көріп тұрғандай, Аспендияр Біләл Аспандиярұлы дейтін атамыздың басына келіп тұрмыз мына жерде. Бұл кісінің де қазақ халқына сіңірген еңбегі мол, негізі ғылым саласында көрнекті. Міне ана жерде жазуы тұр, халқын өрге жетелеген ғалым деп. Бұл кісінің біраз еңбектері тарих саласы бойынша жазған. Негізгі мамандығы тарихшы. Бұл кісінің сосын мынау Қазақ КСР-ның үздік ұстазы деген атақты алған. Алғашқылардың бірі болып. Үздік ұстаз, яғни оқушының үздігі деген сияқты қазір бар ғой сондай. Ал енді бұл кісіде бөліп айтатын бір мәселе, бағана мен айтып өттім. Қазақ осы Алматыда, сол қазақ елінде Алматы қаласында тұңғыш жоғарғы оқу орнын ашқан кезде Санжар Аспендияров, Ахмет Байтұрсынұлы, Қалел Досмұхамедұлы, Әлімхан Ермеков барлығы ұйымдастырып, Қазақ мемлекеттік университет дегенді ашқанда алғаш 129 студент қабылданған. Қазақтардың ішінде санаулы ғана болған. Сол санаулы қазақтың бірі осы Аспендияров Біләл болған. Тарих факультетін бітірген. Тайыр Жароков, Әбділда Тәжібаев, жаңа ағаларымыз бәрі бірге оқыған курстастар болған. Осыны да біліп жүргеніміз дұрыс. Енді бұл кісі 1958 жылы 18 қыркүйекте 72 жасында өмірден озған екен. Қажығали Жұмали
Ол негізінде көпшіліктің арасында Қажым Жұмалиев деп аталады. Қажым Жұмалиев Жұмалиұлы мына жерде жатқан ағамыз. Бұл кісі енді академик, филология ғылымдарының докторы, профессор болған. Кезінде негізінде Бекмахановтардың замандастары 53 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін арғаратай оның алдында сол соғыс аяқталғаннан кейін тағы да қудалаудың кезеңдері жүрді ғой, қазақтың ұлттық зиялыларын қудалау. Соның арасында Мұхтар Әуезов, Ерімхан Бекмаханов, Бек Сүлейменов деген ағаларымыз болған. Сол кісілердің қатарында сондай қуғынға ұшыраған бір ағамыз осы кісі болатын, Қажым Жұмалиев. Міне сол кісі жатыр. Енді қасында әйелі, міне Малина Александра Ивановна дейді. Міне орыс әйелі. Кейбір танымал тұлғалардың әйелдері орыс болған. Оны да қарай жүреміз қазір. Енді мына жерге тоқталсақ, Елеуов Тәжен Елеуұлы, профессор. Тарих ғылымдарының докторы бұл кісі. Мінекей, жалпы бұл 58 жасында қайтыс болған екен.